Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді әрі нәзік болып шығатын торттардың бірі молочная девочканың оригинал рецептісімен бөлісемін. Сондықтан видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға бөлме температурасындағы жұмсақ сары майымызды саламыз. Оның үстіне 2 жұмыртқаны саламыз. Және қоюлатылған сүт, яғни сгущенканы құямыз. Менде 1 банка, яғни 380 грамм. Ең маңыздысы сіздің сгущенкаңыз қою болу қажет. Сонда сіздің корждарыңыз өте дәмді әрі үлпілдек болып шығады. Енді оны миксеріміздің төмен жылдамдығында осылай шайқап біркелкі масса етеміз. Сосын ұнымызға қопсытқышты салып, араластырып, оны міндетті түрде електен өткізу арқылы осы қамырымызға қосамыз. Сосын миксерімізді қоспай, осылай басында жай араластырамыз. Сонда ұнымыз шашырап кетпейді. Және миксерлеп біркелкі масса етеміз. Біздің қамырымыз қою қаймақ тәріздес болады. Енді біз пергамент қағаздарымызды дайындаймыз. Ол үшін бізге 22 сантиметрлік, яғни диаметр 22-24 форма қажет. Егерде сізде 26 немесе 28 форма болса, тортыңыз төмендеу болады. Сондықтан ең жақсы вариант ол 22. Енді пергамент қағаздарымызды алып, осы формаға саламыз да жай ғана қысып дайындап аламыз. Яғни сіз формадан осы қағаздарыңызды қайтадан шығарғанда, келесі бетіне аударғанда, осы кішкентай тереңдеу бізде форма болады, яғни домалақ болып тұрады. Бізде жалпы алғанда 6 корж, сондықтан 6 осылай пергамент қағазын алдын ала дайындап аламыз. Әрбір коржға 2,5 ас қасық қамыр кетеді. Сондықтан әрқайсысын 2,5 ас қасық қойып, осылай жаңағы дайындап алған формамыздан шығып кетпей, домалақ етіп, жұқалап жайып шығамыз. Және біз осы корждарымызды 180 градуста 7 минуттай пісіріп аламыз. Енді біз кремімізді дайындаймыз. Ол үшін бізге салқын кілегей қажет. Яғни тоңазытқышта кем дегенде 12 сағат тұру қажет. Сіздерге бір лайфхак: осы кілегейді қолданар алдын жарты сағатқа мұздатқышқа қойсаңыз, кілегейіңіз жақсы болып, осылай шайқалып, креміңіз жақсы болып шығады. Енді ыдысыңыз да осы миксердің насадкасы да құрғақ болуы тиіс. Сосын ең төмен осылай жылдамдықтан бастап, біз шайқай бастаймыз. 1-2 минуттан кейін сіздің кілегейіңіз қоюлай бастаған кезде қант ұнтағын жаймендеп, яғни бірден қоспай, тағы да осылай шайқаймыз. Толығымен де қантымызды қосып, шайқап, жылдамдықты асырамыз да, қоюлатылғанша осылай шайқап аламыз. Сосын біз крем-чиз немесе креметті қосамыз. Оны да біркелкі масса болғанша, яғни креміміз толығымен де қою болғанша шайқап аламыз. Басында төмен жылдамдықта, сосын жылдамдығын асырамыз. Осылайша біздің креміміз формасын ұстайтын, яғни қасықтан, лопаткадан түсіп қалмайтындай, осындай қою болып шығады. Енді тортымызды жинаймыз. Ол үшін мен әрбір коржды алдын ала осы кондитерлік кольцомен кесіп дайындап алдым. Яғни корждарымды түзу етіп бірдей еттім.
Және осы кольцоның арқасында, яғни ішіне салып, тортымды жинаймын. Сонда тортымыз түзу болып шығады. Егер сізде бұндай кольцо болмаса, жай ғана жинай берсеңіз болады. Әрбір коржға мен пропиткамен осылай жағып шығамын. Ол үшін сгущенкамен қайнап тұрған ыстық суды араластырып, суытып, осылай кисточкамен жағам. Пропитканың арқасында корждарымыз, яғни тортымыз ертерек осылай жұмсарып, сіңімді болады. Әрбір коржға 2,5 ас қасық кремді жағып, осылай тегістеп шығамын. Оның үстіне корж қоямыз, және де дәл солай қайталаймыз. Әрбір корждың үстіне пропитка, сосын 2,5 ас қасық крем. Дәл солай соңына дейін осылай жасап, кремімізді жағып шығамыз. Сосын үстінен осылай пищевая пленкамен жауып, холодильникке кем дегенде 6 сағатқа қойып қоямыз. Менде түнімен тұрды, енді осылай формадан шығарамыз. Ол үшін абайлап осылай пышақпен жан-жағынан өтіп шығамыз. Яғни кольцомызды оңай етіп шығару үшін осылай кесеміз де формадан шығарамыз. Жан-жағына кремімізді лопаткамен немесе қасықпен осылай жағып шықсақ болады. Барлық жағын тегістеп болған соң, мен вафельная крошканы қолданамын. Бұл кондитерлік дүкенде сатылады, немесе жай өзіңіз жасасаңыз болады. Төменде осы вафельная крошканың рецептісін жазып қалдырып кетемін. Мен осылай әсемдеуді шештім, яғни вафельная крошкамен толығымен де осылай әсемдеп шығамын. Сіз өз қалауыңызша әсемдесеңіз болады. Яғни жай ғана осы кремнің үстінен шоколад ертіп, немесе жай жеміс-жидектер салып, осылай әсемдесеңіз де болады. Қалған кремді мен кондитерлік қапшыққа салып, 336 насадкамен осылай гүлдер тәріздес кремді жағып шықтым. Дәл осылай да әсемдесеңіздер болады. Үстіне мен қатырылған малинаны қойып шықтым. Сіз кез келген жеміс-жидек қолдансаңыз болады. Қатырылған түрі немесе свежий түрі де кете береді. Және де толықтай осылай көрік, яғни одан да әдемі болу үшін мен осылай жалбыздың жапырақтарын қолдандым. Осылайша менің тортым дайын. Өте дәмді әрі нәзік торттардың бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Үй іштеріңізге, қонақтарыңызға барлығына ұнайтынына сенімдімін. Егер де менің видео рецептім ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазыңыздар, және де каналыма тіркеліп қойыңыздар. Ал алдағы шығатын жаңа рецепттерді бірінші болып көру үшін және жіберіп алмас үшін осы подписаться деген жердегі колокольчикке басып қойыңыздар.